Айтыс, ертегі. Ертеде ме, әлде бергі замандарда ма, ол жағы белгісіз. Әйтеуір сан жылдық тарихы бар кітап пен айфон айтысыпты. Айфон, мен ақылдымын. Мен жаңа заманның нано технологиясының соңғы үлгісімін. Мені барлық бала қолданат дейді. Сенің де дәуренің өтер депті кітап тұрып. Айфон кітаптың сөреде шаң басып тұрған аянышты кейпіне қарап, кемсітіп, масаттана миығынан күліп, өзінің бір мезетте түрлі қызмет атқара алатынын айтып маңғазданады. Менің дәуренім өтеді деймісің? Жоқ. Мені балалар әлі пайдаланады. Менен керекті ақпарат пен мағлұматтарды тез арада алып, керегіне жаратады. Бәлкім, сенің дәуренің өткен шығар. Бүкіл әлем бір күні маған басын иіп, менің сарғайған парақтарымды ақтарып, рухани қайыршылыққа ұшыраған оқырмандарым менімен әлі-ақ қауышады. Охо, асқақ арман деп осыны айт. Ей, кітап, сенің арманың енді ешқашан орындалмас. Осы кезде айфонның қуаты таусылып бара жатады. Өзінің күш-қуаты бітуге таяу қалғанын сезіп, кітапқа жалынышты үнмен тіл қатып: «Достым, менің энергия көзім таусылып барады, мені электр сымына жалғашы» деп өтінеді. Әне, көрдің бе батырым, сен әлсізсің. Сенің күш-қуатың мен жігерің көп уақытқа жетпейді дейді кітап. Кітаптың қайтарған жауабына айфон булығып ыза болады да: «Ей, сені ме?» деп тұра ұмтылады. Кітап сөреге қарай секіріп кетеді, айфон сөніп жанып, қалың ұйқыға кетеді. Елдос Тоқтарбай.